Сәлем достар, YouTube каналға қош келдіңіздер, және де жұлдызды лайфхактың жаңа шығарылымы. Кеттік, енді бүгін біз чечевичный суп дайындаймыз. Маған ең алдымен керегі бір пияз, сосын бір сәбіз және картошка. Сосын мынау үлкен әрине чесноктың жартысын аламыз. Енді чеснокты тураймыз. Енді қоруды бастаймыз. Егер үйіңізде оливковое масло болмаса, күнбағыс майы болып жатса, сұйық майы соны да қоссаңыз болады. Бәрін бір араластырып алғаннан кейін чечевицамызды саламыз. Енді чесногымызды қосамыз. Мұнда 2 литр су, ойлап қалмаңыздар, қайнаған деп, бұл қайнамаған, салқын су құясыздар. Тұз саласыздар. Кішкене қара бұрыш. Енді қайнаған күтеміз. Қайнаған соң астын бәсеңдетіп 20 минутқа қалдырамыз. Біздің су қайнады. Қазір кішкентай қасықпен томат саламыз. Бір қасық. Достар, бұл томатты сіз жаңағы пияз, сәбіз қосып жатқан кезінде, қуырып жатқан кезде қосып жіберсеңіз де болады. Мен көбінесе томатты осылай қосам қайнағаннан кейін. Болды. Осымен 20 минутқа жауып қоямыз. Енді біз келесі тағамды дайындаймыз. Ол запеканка. Достар, міне біз уақытымызды үнемдеп, біз картошканы алдын ала қайнатып пісіріп алдық. Мұнда 5-6 картошка. Айтпақшы, мен бұған тұзды да салғам, тұзы бар. Енді біз бұған сармай кішкене қосамын. Ішінде қайнаған суына қалдырып қоясыз, езгенге ыңғайлы болады. Саңырау құлақ, мен ағын алдым. Міне біз саңырау құлақты турап болдық. Енді біз бұны қазанға жібереміз. Бұны қуыру үшін ешқандай май құймайсыз, қыздыртып аласыз сковородкаңызды, сосын барып сала саласыз осылай. Қақпақты жаппаймыз, пиязды біз майдалап тураймыз. Саңырау құлақтар қуырылып болғаннан кейін қосамыз. Қазір мен жылаймын. Біз қазір соус дайындаймыз. Соусына 2 жұмыртқа, 2 жұмыртқа саламыз. Кішкене тұз қосамыз. Тұзын мен 10% сливки алдым. 1 стакан сливки қосам. Кішкене бұрыш қосамыз. Болды, соусымыз да дайын. Пешті қосасыздар, 180 градусқа алдын ала қыздырып қоясыздар. Себебі қазір біз дайындағанымызды ыстық 180 градустағы духовкаға салуымыз керек. Суы кетті, байқасаңыздар. Мен қазір бұған май құям. Пияз саламыз. Сосын 3 зубчик чеснок саламыз. 300 грамм твердый сыр. Егер твердый сыр болмаса, онда моцарелланың қаттысын алсаңыздар болады. Енді осы дайындаған ингредиенттерді қосамыз.
Болды, енді 25 минут күтеміз. Біздің чечевица дайын болды. Өшіреміз. Бұны енді біз пюре суп қылып еземіз блендермен. Егер сізде үйіңізде блендер болмаса, онда чечевичный супты осылай берсеңіз болады. Жаңа айтқандай соус жасаймыз. Соусқа сары май, мынау сушеная мята, а мынау болса перец. Міне біздің чечевичный суп дайын болды. Ас болсын.